Қарымта кездесу белсенді түрде басталды. Ұзақ уақыт ойланбастан алаң иелері Теміртау командасының қақпасына алғашқы шайбаны соқты. 4-ші минутта Евгений Папитич белсенділік көрсетті. Ойынның 11-ші минутында Теміртау командасының спортшылары әлсіз ойнады. Біраз уақыттан кейін жерлесіміз Кирилл Пономарев, Антон Кудрявцев пен Никита Незнамовтың көмегімен есепті теңестірді. Ойынның алғашқы кезеңінде бұдан басқа шайба соғылған жоқ. Бірінші кезеңді командалар тең негізде аяқтады. Екінші кезеңнің 3-ші минутында алаң иелері Теміртау хоккей клубының қақпасына кезекті шайбаны соқты. Алайда олардың бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Небәрі 1 минут уақыт өткеннен кейін Андрей Мещеряков пен Вадим Зеленковтың көмегімен Вячеслав Ананин есепті теңестірді. Дәл осы соғылған шайбадан кейін жерлестеріміз серпіліп тамаша ойын көрсете бастады. Петропавлдық ойыншылар басқа шайба соғалған жоқ. Ал Вячеслав Ананин болса арада 2 минуттан астам уақыт өткеннен кейін қарсыластардың қақпасына 3-ші шайбаны соқты. Сәл кейінірек Никита Незнамов Кирилл Пономаревтың көмегімен 4-ші голды салды. Бұл кездесудегі қорытынды шайбаны Андрей Булялский орындады. Ол 5-ші шайбаны 3-ші кезеңнің аяқталуына 49 секунд қалған кезде соқты. Кездесу 5-2 есебімен жерлестеріміздің жеңісімен аяқталды. Осы кездесуден кейін Теміртау хоккей клубы турнир кестесінде 5-ші орынға көтерілді. Кесте бойынша алғашқы орында Құлагер командасы, 2-ші болып Арлан, ал 3-ші орында өскемендік Алтай Торпедо тұр. Теміртау хоккей клубының ойыншылары келесі кездесулерді де сырт алаңда өткізетін болады. 6-7 қазан күндері жерлестеріміз атыраулық Бейбарыс командасымен кездесу өткізеді деп жоспарлануда.